Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында қытырлақ нан, яғни сухарики жасайтын боламыз. 2-3 күн тұрып қалған наннан осындай дәмді сухарики жасайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Менде осындай ақ булка нан және қара булка нан, осы 2 наннан қазір 2 листке турап сухарики жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сорпамен, барлық тағаммен үйлеседі. Ең алдымен табамызға осындай фольга немесе осындай қағаз асты жабыспас үшін, табаңыз таза болу үшін осындай фольга қағаз төсеп алыңыздар міндетті түрде. Және ластанып жатса алып тастай беруге өте ыңғайлы ауыстыруға. Наныңызды көбейіп етіп турасаңыз да болады, ұзынша етіп турасаңыз да болады. Мен осылай көбейіп етіп турап шықтым. Барынша өздеріңіз қалауынша турап аласыздар. Менде осы қара батон нанды кішірек қып турадым, майдалап. Ал осы ақ нанды кішкене ірілеу етіп турадым. Өйткені бұл арасы кішкене үгітіліп солай болды. Енді бұл ақ нанымызға кәдімгі үйде магийдің болмаса басқа приправалар болса бола береді. Осы магийдікі өте жақсы үйлеседі. Және оливковое масло жаңағы ағымай қойсаңыздар да болады. Осылай бетіне себелеп, жақсылап араластырып аламыз. Және үстіне ағымайымызды немесе зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. 2 табан нанды да осылай араластырып аламыз. Қара нанымыз қаттырақ болғандықтан мен майдалау ғып турадым. Сіздерде ұзын етіп турасаңыздар да өте жақсы жеуге ыңғайлы болады. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста екеуінде бірдей етіп салып алдым. 30 минут, 20 минут аралықта піседі. Міне достар, енді біздің сухари қытырлық нанымыз дайын болды. Барлық салаттармен, сорпалармен үйлеседі. Сіздерде міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Нанды тастамай осылай сухари етіп қолдансаңыздар болады. Ас болсын.